Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз дәруменді қызыл қарақаттан өте дәмді болатын, жасалу жолы оңай тосап дайындаймыз. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: 1 кг қызыл қарақат, 450 грамм шекер. Тоңазытқышта сақтауға арналған ыдыстарға қызыл қарақаттың тең жартысын салып шығамыз. Қалған жидектерге шекерді қосып блендермен езіп аламыз. Шекер ерігенше 30 минутқа қоя тұрамыз. Шекер ерігеннен кейін ыдыстағы қызыл қарақаттың үстіне құямыз. Біздің дәруменге толы тосабымыз дайын болды. Қақпағын жауып, мұздатқышқа салып қоямыз. Қыстың салқын күндері иммунитетті көтеретін дәруменді қызыл қарақат тосабын сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Ас болсын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.